Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен апамның әдісі бойынша өте дәмді болып шығатын бешбармақты ерекше дайындау әдісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен асылған жылқы етін видеода көрсетілгендей ұсақтап, төртбұрыштап турап аламыз. Осы әдіспен жасап көруге барлықтарыңызға кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Міне барлығын осылай ұсақтап турап алдым және бетіне қойғанға қазы, қарта, қарын сияқтыларды осылай ұсақтап. Ендігі кезекте еттің қамырын дайындаймыз. Еттің қамырын осындай кеспе қылып кесетін боламыз. Қамырдың дайындалу жолы менің YouTube каналымда бар. Видео астына ссылкасын қалдырып кететін боламын. Осылай қамырымызды міндетті түрде қатты илеп, кеспе кесіп, қайнап тұрған сорпамызға салып, пісіріп аламыз. Біздің қамырымыз міндетті түрде қатты үйленуі қажет. Езілмей осындай әдемі болып шығатын болады. Жабыс қалмау үшін осылай араластырып, бетін жауып, қайнағанша қалдырамыз. Қайнап міне пісті. Қамырымыз енді осыны шұңғыл үлкен астау деп атайды. Біз жақта астауға сүзіп аламыз. Бұл тағамды балалық шақтың бал дәмі десем де болады, себебі менің апам осылай бізге жиі жасап беретін. Өте дәмді болып шығады, сіздерге де кеңес беремін. Сорпасынан да кішкене молырақ етіп құйып аламыз. Енді осы қамырымыздың үстіне ұсақтап туралған етімізді және де тұздығымызды құямыз. Жақсылап етіміз бен қамырымыз араласқанша жақсылап араластырамыз. Достар, қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, мені қолдап отыруларыңызды сұраймын. Және де сіздер де осылай дайындайтын болсаңыздар, өз дайындау жолдарыңызбен комментарий бөлімінде бөлісе отырыңыздар. Жақсылап араластырып алғаннан кейін осындай жайпақ табағымызға салып, үстінен жапырақтап туралған қазы қарталарымызды салып, отбасыларыңызға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді, тойымды, ауыздан дәмі кетпейтін өте керемет тағамдардың бірі. Біздің үйде көбісі кеспе жақсы көретіндіктен көбінесе осылай жасаймыз қыс айларында. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына мен 100% сенімдімін. Видео ұнаса каналыма тіркеліп лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақбота.